Сәлеметсіздер ме? Сіздермен 99 каналы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дезоксирибонуклеин қышқылының метилденуі. ДНК-ның метилденуі табиғаты бөгде геномның елеулі бөлігін басатын қорғаныш механизмі болып табылады. ДНК-ның метилденуі жасушада барлық генетикалық процестерді репликация, репарация, рекомбинация, транскрипцияны, X хромосомалар инактивациясын бақылайды. Метилдік топтар ДНК-ны әріөздік өзара әрекеттесуін бұзып, транскрипциялық факторлардың байланысына кедергі келтіреді. ДНК-ның метилденуі хроматидтің құрылымына әсер етіп, транскрипциялық репрессорды бұғаттайды. Метилдену профилі белсендіру немесе қызмет көрсету орта факторларына тәуелді өзгереді. Хроматин құрылымына ДНК метилденуінің әсері сау организмнің дамуы мен қызмет атқаруы үшін бөгде текті геномның елеулі бөлігін басуда маңызы зор. ДНК-ның метилденуі азотты негіз хитозиннің қайтымды химиялық реакциясы арқылы жүреді. Нәтижесінде CH3 метил тобы көміртекке қосылып, метилцитозин түседі. Бұл процесті ДНК метилтрансфераза ферменттері катализдейді. Цитозиннің метилденуі үшін гуанин қажет. Нәтижесінде фосфат арқылы бөлінген екі нуклеотид түзіледі. ДНК-ның метилденуі гендердің экспрессиялануына, оның нәтижесінде жасуша, ұлпа, тұтас организм қызметіне әсер етеді. ДНК-ның метилденуі және репрессияланған гендер арасындағы жоғары дәрежеде тікелей тәуекелділік бар. ДНК-да метил тобын бөліп алу ДНК репликациясынан кейін метилаза белсенділігі тоқтаған жағдайда жүзеге асады. 1960 жылы Винсент Ольфри көптеген эукариоттар гистондарының ацетилденуі мен фосфорлануын идентификациялады. Гистондардың ацетилдендіретін және диацетилдендіретін ферменттері транскрипциялау барысында маңызды рөл атқарады, және гистондардың диацетилазалары транскрипцияны баяулатады. Ендеше бұдан келіп шығатын ацетилдеу дегеніміз не? Ацетилдеу бұл химиялық ацетил топтарының гистонның бос бөлігіне қонуы. ДНК-ның өзгеруі үшін эпигенетикалық механизм болып табылады. Ол гендердің бастапқы тізбегіне әсер етпейді. Ядродағы нәруыздардың модификациялану жүретін үлгі гистон коды деп аталады. Гистондық модификациялар ДНК-ның метилденуінен түбегейлі ерекшеленеді. ДНК-ның метилденуі көп жағдайда жиі орнығып қалатын өте тұрақты эпигенетикалық араласу. Цитоплазма мен ядро арасындағы өзара әрекеттесу механизмдерінің бірі бұл транскрипциялық факторлардың фосфорлануы немесе дефосфорлануы. Гистондар фосфорлануы анықталған алғашқы нәруыздардың бірі болып саналады. Адамдарда біреуі анасынан, екіншісі әкесінен тұқым қуалау арқылы берілген екі геннің көшірмесі болады. Әр геннің екі көшірмесінің де кез келген жасушада белсенді болуға мүмкіндігі бар. Геномдық импринтинг бұл ата-анасына берілген екі аллельді гендердің тек біреуінің ғана эпигенетикалық таңдамалы экспрессиясын білдіреді. Геномдық импринтинг жыныс талғамайды, ұрпақтарға әсер ете алады. Аналық хромосомада белсенді импринтингтелген гендер ұлдың да қыздың да X хромосомасында белсенді, ал аталық хромосомасында үнсіз болады. Приондар. Жалпы кейінгі оңжылдықта ДНК нуклеотидтерінің реттілігін өзгертпей тұқым қуалау фенотиптік өзгерісте тудыратын нәруыздар, приондар соңғы кезде назар аудара бастады. Сүтқоректілердің приондық нәруыздары жасуша бетінде орналасады. Нәруыздардың приондар класы одан әрі зерттеуді қажет ететін эпигенетикалық механизмнің жаңа тобын құрайтын көптеген нәруыздардың бірі болып саналады. Приондық нәруыздар қалыпты жағдайда байқалмауы, ал өзгеріске ұшырағанда таралып, яғни инфекцияға, жұқпаға айналуы мүмкін. Назарларыңызға рахмет.